Ассалаумағалейкум. Жәнібек есім, таныс болайын. Туып өскен балқашым осындай. Басқасын мойынсынбайын, не болса да досын сынбайын. Өздеріңіз түсінгендеріңіздей, менің есімім Жәнібек, және мен рэп оқимын. Және бұл видео өзім жайлы. Ну чё, кеттік? Мен 1997 жылы Қарағанды облысы Балқаш қаласында 29 шілде күні дүниеге келдім. Бірінші сыныптың жартысына дейін 9-шы мектепте оқып, одан кейін бірінші сыныптың қысында Абай мектебіне көшіп келдім. Сөйтіп, Абай мектебін 9 сынып бітіріп, техникумға көштім. Техникумда Балқаш Әлихан Мусин атындағы Балқаш гуманитарлық техникалық колледжінде 4 жыл оқып, бітіріп, қолыма диплом алып, әскерге бардым. Әскерден десанттық шабуылдаушы әскерлерінде 1 жыл қызметімді өтеп, әскери азаматтық борышымды өтеп, қайтып келдім. 2017 жылының күзінде бардым. 18-дің күзінде қайтып келдім. Келгеннен кейін жұмысқа кірдім, заводқа. Сол жерде әлі істеп жүрмін. Бұйырса қыста осы 2 жыл болады, февральда. Заводта жүргеніме. Уақыт қалай зымырап атқанын түсінбей жатырмын да. Енді былай нақтылап айтып кетсек, көбісінде қалай былай болады ғой. Бірінші, екінші класста бәрі отличник. Бәрі отличник. Одан кейін 3-ші, 4-ші, 5-ші классқа қарай уже отличниктар азая бастайды да, хорошисттер көбейе бастайды. Одан кейін 5-ші, 6-ші, 7-ші класста уже хорошист, жаңағы хорошисттарны троечник болып кетеді. Көбісіне солай ғой. Одан кейін отличниктар азаяды. Бір 2-3 ғана алады, жақ қалса. Ал менде қалай, менде керісінше болған. 1-ші, 2-ші, 3-ші класс троечник болдым. 4-ші, 5-ші класс троечник болдым. Одан кейін 7-ші класста уже кішкене былай жүргенде менің бір ұстазым болады, класс сынып жетекшім. Ол кісіге әліге дейін көп рахметімді айтам. Сол кісі маған сенеді ғой. Маған келіп айтады: Жәнібек, сен негізі былай оқитын баласың ғой. Сен қолынан келеді ғой, просто сен өзің тырыспай жүрсің дейді да. Сол кезде я дедім, негізі оқи аламын дедім. Бірақ пока менде ынтам жоқ, желание жоқ дедім. Айтады: оқысайшы дейді. Саған сенемін дегенде айтады. Онда қараңыз дедім да, сөз бердім сол кісіге. 7-ші класстың соңында хорошист болып шығамын. Давай. Сосын 7-ші класстың соңында 4-ке бітірдім бәрін. Алгебра, геометрия деген сабақтар қосылды. Түсініп алып, негізі бәрі желанияға байланысты ғой. Сөйтіп, хорошист болдым да, 7-8-де уже ударник болдым да, 4 пен 5 яғни аралас. Одан кейін 9-ды сөйтіп ударник болып бітірдім. 3 болған жоқ, 4 пен 5 аралас аттестатымда. 11-ге қалам дегем негізі. Мен өзімнің НТ-ні алып шығатыныма сенімді болдым. Бірақ мектептің басқармасы маған сенімді болмады ғой деп. Мен қалғанымды қаламады. Сөйтіп, документтің алды кет деді ғой. Жарайды дедім да, одан кейін техникумға түсуге барғанда, ол кезде де уже гранттардың бәрін таратып тастапты, экзамен болып, мен оқитын түсем деген мамандығымның экзамен өтіп кетіп, гранттарды таратып тастаған ғой. Жарайды дедім да, коммерческий. 1-ші жыл коммерческий оқыдым. 1-ші жыл коммерческий оқығаннан кейін 2-ші жыл грантқа ауыстым. 2-ші жыл грантта жүргенде жастар одағының президенті болдым. Сосын 3-ші курста повышенный стипендияға ауыстым. Сөйтіп, мұңаймай, асықпай, сатылап, жоғары шығып төбеге ұмтылдық қой. Колледж негізі күшті болды ма? Колледждің кездерін ай.
Oh yeah, boy. Birinchi kursda The revolution is here. ikkinchi kursda muallimlarına көп рахмет айтқым білдіргім келеді. Басқармасы да ұмытылмас кездер ғой. Диплом алып, әскерге бардым. Әскерге барғанда, әскерге дейін мен өмірім андай чисто кайф, куражбен ғана жүретін. Мен далада көшеде өзім жоғалып жүрген кезім ғой. Әскерге барғаннан кейін көп нәрсені түсіне бастайсың. Өмірдегі саған не шынымен қажет, саған не маңызды. Ең бастысы жақындардың қадірін түсінесің. Туған туысқандарының бәрі. Әскерден келдім. Енді әскерден кейін заводқа жұмыс іздедім. 1-2 ай жүрдім, демалдым. Одан кейін демалдым дегенде былай жай былай кішкене былай. Үйде жат, кішкене ойланып деген сияқты ғой. Сосын заводқа кірдім. Енді 2 жыл болды заводта. Кеше ғана заводқа келген сияқтымын да негізі. Былай қарасаң, 2 жыл өтіп кетті. Уақыт деген тез екен, өте жылдам. Енді ғана түсініп жатырмын да мен. Енді келесі кезекте адамның адам болып қалу үшін оның бойында 3 қасиет болу керек. 3 қасиет дейміз ба, 3 нәрсе дейміз ба. Біріншісі ол тәуба, екіншісі ол ниет, үшіншісі сабыр. Мен ойымша адам бойында осы 3 қасиет болса, онда ол фундаменті құрылды деп ойлаймын. Себебі, егер адам тәубеге келсе, ол қалай мысалы? Мысалы, сенің денің сау, туған туыстарың қасында, ол да бір бақыт деп ойлаймын. Сондықтан альхамдулиллах, мен бақыттымын. Екіншісі, ол ниет. Егер сенің ниетің адал болса, онда Алла тағала саған лайық бере салады сен қалаған нәрсеңді. Ал егер сен ниетің арам болса, онда сен қанша әрекет жасағанмен өз қалағанына жетпейсің. Себебі ниетің арам. Үшіншісі сабыр. Сабыр ол өзіме де қиын. Себебі кейде ашуға бой беріп, эмоциялар басып алатын кездер болады. Сол сәттермен жұмыс жасау керек. Дегенмен, осы 3 қасиет адам бойында болса, онда ол дұрыс бағытта келе жатыр деген сөз. Мен және рэп.
Кезінде бәрі былай Балқашта кішкентай болған кезде, мектеп оқыған кезде кезінде бәрі Балқашта рэпер болып жүрген кездер болды ғой. Тиктониктің замандарында ғой. Менің ағам да ол кезде рэп оқитын. Бәрі синемада жиналып алады да, кезекпен рэп оқып, концерт беріп. Ол кезде менің ағам лақап аты Bad from Балқаш деген болатын, LFB. Сол кезде менде де отыратын бөлмеде, ағам достары келіп, компьютермен жаңа Adobe Audition'ды ашып қойып, сөйтіп жазылып жатқанда менде қарап отыратында бір ой келеді, менде бір жазып көрейін ба деп. Қағазды алам, қаламды алам өзім. Құбылмаға барай, бұзады көңіл кейді. Қолға қалам алсам, көңілім жиі толқиды. Сөйтіп рэп жазамда, соны өзімнің балаларыма деген мен алғашқы трегім жарық көреді. Өзімнің балаларыма жеке респект айтамын. Достық сезімізді жылдан жылға қатайтамыз. Қайда барсақ тартамыз біз бір-бірімізді, қайда барсақ та біз қалдырамыз ізді. Кейде ұрсамыз біз бір нәрсеге келіспейміз, бірақ виза битпа деп сұрау үшін момент іздейміз. Алға мақсат көздейміз, бір-бірімізге жүрдейміз, соған жетеміз деп ауырғанды да сезбейміз. Қараңғы салқын түнде немесе ыстық күнде достар үшін дайынмын баруға жер шетіне. Не үшін саған қажет бір қыздың махаббаты? Егер жанында тұрса сенің достарың батыл. Кішкентай кезден бері көмегімізді бердік. Ол кезде бәрі жаңағы өздерінің қыздарына мен сен жаным, күйем, сүйем, өлем деген тректарды шығарып атқанда мен алып өзім достарыма трек арнап жүрем. Ол кезде мен түсіндім, рэп оқу менің қолымнан келетін. Бірақ мен оның алдында былай кішкене қойып қойдым. Әр жақ қойып қойдым. Бір күні мен соған келемін, бірақ бүгін емес деген сияқты. Сөйтіп рэп тастадым дегенде басқа нәрселермен айналысып, жаңағындай мектеп, сабақ, оқу әрі қарай сөйтіп қарбалас кетті. Рэпті былай қойып қойдым. Одан кейін әскерден кейін келдім де ал вайн түсіргенсің ғой біреуге. Вайндарын көруге болады негізі. Одан кейін алдында жаңағы минустар тыңдап, былай ютубтан былай шайқайтын минустар былай іздеп тауып алып бір трек шығарып жібердім. Ең алдымен бірге өскен достарыңды ұмытпа брат сен. Соңғы тілімнан мен бөліскен, даладағы өмір көрскен достарыммен көтеріліп, қарсы олса да бүкіл әлем қарсы олса да бүкіл әлем. 91 мис, құдай сақтасын, біз бар жерге сұқпайды ғой баст. Теңгеде жоқ кет баратқан асп, бәрде олат брат ақырын бас, ақырын бас. Одан тағы трек шығар. Меня оттуда не слышно. Отсюда слышно, смотри, меня видно отсюда вместе с экраном. Да, ну тебя наполовину видно. Еле-еле, без остатка мы наелись, ведь поэтому мы стелим о том, что сейчас стильный один. Тағы сөйтіп тректарды шығардым. Қазір соңғы уақытта мен осы каналымды ашқаннан кейін өзім уақытымды осы YouTube арнасына бөле бастадым. Рэпқа қол тимей жатыр. Жұмыстан келесің, шаршап. Не болмаса YouTubeқа видео салу, не болмаса шайын ішіп ұйықтау. Осы. Сөйтіп рэпқа қолым тимей кетті. Бірақ менің негізгі осы YouTube каналымды ашқан себебі ол артқы түбінде трек жазып, оны запись жасап, оған клип түсіріп, осы каналыма салу деген. Менің екінші видеомда мен Марғұлан Сейсенбаев деген ағам жайлы айтып өткен болам. Сол кісінің сұхбаттарында ол кісі былай айтады: адам дейді, жетістікке жету үшін ең бірінші
өзінің бұл өмірге келген себебін түсіну керек дейді. Мен бұл өмірге не үшін келдім дегендей. Мен осы сәтке дейін ойландым, көп ойландым. Мен сонда бұл өмірге келген, дүниеге келген бір мақсатым не деп. Менің қоғамға пайдам тисе деген бір ниетім бар. Сол кезде мен өзім пайдам тисе біреуге, өзімнің халқыма, өзімнің отаныма, өзімнің отбасыма болса да, онда ең түбінде өмірім босқа кеткен жоқ деп айтуға болады. Мен өзім тректарым арқылы адамдарды адалдыққа және рухани тазалыққа шақырамын. Егер ойлаңыздаршы, біздің елімізде, қоғамымызда, бәрі демей қояйын, құр жастардың екінің бірі мен өзім халқыма не істей алам деп өз-өзіне сұрақ қойса, онда біздің қоғамымыз алдыға қарай әлде қайда жылдам дамиды деп ойлаймын. Дегенмен көрейік осыдан не шығатынын. Егер видеомның осы жеріне дейін жеткен болсаңыздар, онда сіздерге назарларыңызға рахмет. Дендеріңіз сау болсын, және аспандарыңыз ашық болсын. Тілейтін тек жақсылық. YouTube арнасында жүздескенше сау. Қазірден бастап осындай движді бастайын. Мен де келіп қалдым кәні шәй ой. Басқа рэпперлардың бәрі шәй ой. Джонни кезес емес, Джонни простой. Бірақ біздің де көшеде бір күн болады той. Жәнібек. Продакшн.